Соны мына жерде естейік, тыңдайық, қалай не болады, көмегімізді жасайық деп мына жерде жігіттер Алматыдан да Павлодардан келіп отыр. Мен өзім Өскеменден, сізбен бірталай уақыт болып таныспыз. Иә, ағамыз сізге енді кеп мына жерде проблемаларды естейік, проблемалардан бір жақ шетіне атсалсайық, қолымыз созайық деген ниетпен келіп отырмыз. Жауын-шашынға қарамай. Мына жігіттерге де рахмет. Соны өзіңіз енді айтып жіберсеңіздер. Біріншіден проблемалар. Енді айтып жіберсем, мына желіде кейбір ақпараттар дұрыс та болмады. Мектеп жайына келетін болсақ, бұл қаладағы мектеп жабылған жоқ, бірақ уақытша басқа мектепте оқып жатыр. Енді алдағы уақытта бізге уәде берді, жәнегі жайлы мектепті шаңыраққа салып береміз деп. Жарайды, осымен бұл мектеп әйтеуір жабылмады. Қазақстанда тұрып қазақтың мектебін жапсақ, онда ары қарай күн көріп не керек ол. Ал енді бұл қалада ол мектептен басқа да проблема жетіп жатыр. Өзі Риддер қаласы кей кезде адамдар мен үйлерден құралған дегені болмаса, кей кезде проблемадан құралған ба деп ойлайсың. О проблеманың басы былтырғыдан бергі отопление, жылу жүйесі істен шықты, міне ала жаздай жөндеп жатыр. Май айында кірісіп, соны жөндейтін кезде бір айдай оны еш нәрсе істемей өтірік есептерді беріп, тағы да Ахметов мырзаның қоластындағылардың барлығы не істегені белгісіз. Енді дәл қазіргі таңда, бүгінгі дәл осы сағатта бізде ыстық су да жоқ, жылу жүйесі де жоқ. Ыстық суды анықталмаған деректерге қарағанда бүгін ертең беру керек болады. Бірақ оны беріп жатқан оны ешкім жоқ. Я жылу жүйесін жәнегі тетісті водоканалға берді. Водоканалдыға коммунальный собственность деп. Енді водоканалдың бастығы Константин Хан деген депутат. Ол кісіні не үшін сайлағанымызды білмейміз. Халықтан қашып, ешкімге ешқандай ақпарат бермейді. Содан айтайын демем, Костя, для чего мы тебя выбрали вообще? Что тебе трудно было сообщить, что там творится? Людям надеяться, не надеяться, будет отопление или нет? Не знаю, не надо. Если ты так будешь скрываться, тогда вообще собирай чемодан и уезжай. То хоть депутат, хоть кто бы ни был, нам не нужны такие. Дамир приехал, что тебе трудно было 5 минут встретиться, объяснять ему? Так что думай, Костя, тебе последние китайские предупреждения. Это город, запомни, это не ваше, это город, мой город. И не позволю никому. Я не один, за мной весь Риддер. Никому не позволю беспределом заниматься. Он за Маким уже лежит же больничным. Сондықтан бұл жерде өстіп ескертіп айтып қоймаса, бұлар өзі беспредельшіктер. Кей кездегі бандитский бір кинолар көзіңе елестейтін, аларын істеп жүргендерін қарасаң. Жәнегі шаңырақ мектебінің неге осынша шу болды? Оның бәріне тағы да кінәлі адамдар жасырып жабар жоқ. Я шаңырақ деген, оған бөлінген жердің атауын, шаңырақ деген атауды Евгения Нужных деген, сол кезде Замакин болған, бүгінгі таңда маслихаттың басшысы болып отыр. Осы кісі өзгерткен. Я жарайды, ол атын өзгертті, жердің атын. Заң бойынша өзгертіңдер. Нағыз қандай мектеп екенін белгісіз, просто мектеп салынады деген ат болды. Бірақ ол атын өзгертіп, оған құқық берген жоқ қой. Шаңырақ деген сөз алып тастағандықтан, мен шаңыраққа да бермей аралас қылу деген. Және дағы бұл Евгения Нужныхтың бұл бірінші жіберген өтті үлкен қателігі. Ешкіммен ақылдаспай, тұрғылықты халықпен келіспей, сол өз арасындағы 4-5 кісі отырып, осының бәрін шешім қабылдаған деген дұрыс болмайды бұл. Екіншісі, бүгінгі таңда міне қазір көрем десеңдер, көріңдер, осы қаланың жәнегі твердо бытовой отход дейді ғой, қоқысы шықпай жатыр. Неліктен? 2018 жылдан бастап 219 теңгеге жұмыс істеген жәнегі эталон деген фирма. Осы 6 жылдың ішінде жылына бірнеше рет бәрі қымбаттағанда, осы мусорға төлейтін жәнегі тариф қана қымбаттамаған. Оның қымбаттауын, оның көтерілуін бәрін қадағалайтын маслихат екен. Сонда осы маслихатта 6 жылда
бір уақыттар болмады ма сол тарифті қарап тексеріп, әлде міндетті түрде қаланы боқпен көміп, улар шу қып, жарты әлемге аян қып, содан кейін улар шу қып барып, содан кейін ғана көтеру керек па? Егер әркім өз жұмысын істей алмаса, атасын басын отыра ма бұлар өзі? Әкесінен қалған тақ емес шығар бұл. Қазір ондай жоқ емес пе? Қазір конкурстан өтеді бәрі. Сонда бұл да отырған депутат. Бізге не керек бұл секілді депутаттар, мен соны ұқпаймын. Міне Аманат партиясында Титарева деген. Қазір міне любой өздеріңіз кіріңіздер. О кісі сіздерді қабылдамайды. Кіріп қазақша мемлекеттік тілде сөйлеш. Бір нәрсе сұраш, саған ешқандай көмек көрсетпейді. Осы әдейі осы экспериментті жасайық. Міне кіріңдер. Жасаймыз. Сіз бірінші айтып алыңыз. Ол кісі қабылдамайды. Ол қазақ тілін менсінбейді. Қазақ тілін менсінбеген адам, ол Қазақстанның егемендігін менсінбейді деген сөз. Оған Қазақстанның жаңа конституциясы да керек емес. Өзі осы қалада енді өздеріңіз естіп жатырсыздар ғой шет жағасын. Бізде қандай қылмыс жасалмады, иә? Мынау бандитский Петербург отдыхает міне жерде. Сонда президент айтқан сөз бұл жерде жергілікті билік оны орындағысы келмейді. Жәнегі Верховный соттың тыңдамайды, решениясын олар орындамайды. Генеральный прокуратура айтады, оны орындамайды. Министр айтады, орындамайды. Сонда мынау өзі Қазақстанға қатысы бар қалама, жоқ қалама. Егер Қазақстанға қатысы бар болса, Қазақстанның жәнегі барлық заңдарын орындау керек қой. Осы жерде отырып, 4-5 кісі өздеріне қалай ыңғайлы солай жұмыс істеген қоятын керек. Фамилияларын айтыңызшы, сол фамилияларын. Жәнегі сол маслихатта отырған Евгения Нужных Сергеевна, мына Аманатта отырған Титарева, жәнегі аты жөнін білмеймін. Онген білім бастығын осы жердегі Микульская Николаевна, атын білем, ұмытып қалдым. Любовь Николаевна, по-моему. Осы жәнегі Ағажаева, енді Ағажаева кететін шығар, енді осындай шудан кейін кетпесе Ағажаева. Ағажаева ол анау боқтаған, иә? Асен Борисовна, иә? Иә, ол боқтағанды қойшы, боқтағаны біз үшін майшелпек. Біз осы шаңырақтың әлегімен бір жыл бойы шапқылаған кезде күніне бірнеше рет еститұғымыз ол боқтықты. Біз құлақ үйреніп алған, о сіздерге таңсық ол боқтық. Біз үшін майшелпек болып кеткен. Міне осылар отырып алады да істемеген істейді. Істемеген істеген бір факт міне мынау. Жәнегі Микульскаяның Ағажаеваға қарайды, жәнегі Микульская, жәнегі мына ішкі саясат, міне мына Аманат барлығы. Енді солардың өзінің командасы бар. Мысал үшін енді Микульская Ағажаеваға қарағандықтан Микульскаяның өзінің бір кісілері бар. Ол жәнегі 11-ші мектеп, аралас мектеп, жаңа мектепте. Лопатина деген кісі директор школа. Түріне қарасаң жап-жақсы адам. Негізі көп нәрсеге оның өзі араласы да жоқ. Бірақ бір жаңадан ашылған мектепке ол кісі официальный директор, и сол мектепке курирующий директор деген болады екен. Егер бір директор бір мектепке ие бола алмайтын болса, ол кісіні неге директор қылып қояды? Курирующий директор деген не нәрсе ол? Сондықтан ол жәнегі БТК-ның өзінің қоласында бірнеше мұғалымдар бар. Сол мұғалымдар осылардың барлығын бүкіл команданы құртпай міне жерде тыныштық болмайды. Оң кейін грант, жәнегі өкіметтен берілетін гранттарды айтайық. Кішкене предпринимательдерге гранттар беріледі. Гранттың комиссиясына кім отыр? Тағы Ағажаев отыр. Ағажаеваның жәнегі крышабайттап жүрген депутат Гильдерман деген отыр. Осы секілді кісілер, мысал үшін 1 миллион, 4-5 миллиондық нелер бар ғой, гранттары. Кәсіпкерлерге беретін. Вот сол анада келгенде Аманатқа дайды. Осы кімге берілді, соның бәрін тексеріңдер деп. Нағыз бизнесін дамытқысы келген адамдарға бермейді. Ал көшедегі, мен өзім случайно көріп қалдым. Көшеде енді анда-санда ішіп жүрген бір әйелдер, сондайлар бар ғой. Солардың атына сондай грант алып берген, оларға қанша бергені беймәлім, берген шығар енді 1-2 шөлмек арағына. Қалғаны өздерінде қалады. Сонда осы секілді соларды неге өкімет басы тексермейді? Міне тізім тұр ғой, кімге грант берді. Сол грант берген кісілердің барлығын барып тексерсе, сон 99,9%-ында бизнес жоқ. Оның бәрі жаңа комиссия мүшесі болып отырғандар өздерінің кісілерін оформить етіп, ақшаны өздері алған деген сөз. Одан кейін біз меценантпыз,
2 балаға көже бердік, 3 балаға нан бердік деп, өздерін сөйтіп өздерін мақтай жөнеледі. Гильдерман ол жерде вообще отырмау керек. Неліктен? Ол өз депутат, екіншіден өзінің оны ресторатор дейміз ғой, өзінің кафесі сондай бар. Ол заинтересованный кісі. Ол не қылып отыр ол жерде? Вообще осы жердегі барлық депутаттарды, барлық басшыларды, мекеменің басшыларын тұтас ауыстыру керек. Өз адам секілді бір зам әкім болған, қазір қайда екенін білмейміз, жүрген шығар. Осы Гарковой қайтыс болғаннан кейін сол кісі болды да, күнделікті отчетін өстіп, Инстаграмда салып, бірақ енді сол 2-3 ай отырса да, ол жігіт айтқанын бәрін орындады. Кім еді аты? Ол жас емес па? Жоқ, Дархан деген. Иә, ол жігіт айтқандарын бәрін орындады. Фамилия қандай Дархан? Білесіз бе? Есімде ме? Қосантаев. Ол енді действительно өзінің айтқанын бәрін, міне, я вам обещал, вот я вам отчет деп халықтан тығылған жоқ, халықпен бірге зираттың басына да, субботникке де барды, балалар саябағына да, қай уақытта болсын кіруіңе болады, кіре алмасаң телефоныңды сайсың. Өзі звондайды. Өзі осы секілді әкімдер өзі қызыл кітапқа кіріп кеткен ба, қайда өзі? Сондықтан осы жердегі билікті тұтас ауыстыру керек. Бұл жәнегі чулап жатқан жалғыз ағажай емес. Және ағажайыпты ақтап жаттыр ғой, әнері бір әйелдер. 40 жыл подружкасы болған честный. Солардың барлығын тексеру керек. Оның бәрі соған ықпал жасап, соған көмектескен адамдар ғой, соның барлығы сол. Жасыратын жоқ. Не туралы айт дейсің? Кастинг. Кастинг туралы не айтамыз? Кастинг осы жердегі монополист ол, үлкен организация. Ол үлкен организация, жұмыс орны көп. Осы қаланың жартысынан көбі сонда істейді. Бірақ та бізде бір бағдарлама бар, серпін бағдарламасы бойынша, Өскеменде металлургия жағын оңтүстіктің балалары тегін жәнегі общежитие береді, грантта тегін оқиды. Бірақ олар осы қалаларға келіп жұмыс істеу керек. Сол серпін бағдарламасымен оққан балалардың барлығы міне осында жүр. Бірталай осында жүр. Бірақ ол балалардың еш қайсының қайта сол СДИ-ді бітіріп шықты ғой, Аманжолов атындағы. Солардың өсіп, немесе солардың еңбегі бағаланғанын көрген жоқпын. Бұл жерде чисто таза шовинизм. Егер династиямен жұмыс істейді екен бұл жақта. Иә, династия деген ол бұлай бұл жерде. Мысалы үшін бір кісі пенсияға кетті, оның баласы қалды ма, ол кісі начальник участок болар. Сол орнына қалады. Иә, оның баласы сырттай оқып жүрсе де соның орнына қалады. Оны олар династия деп есептейді. Ол бізде коррупция ғой енді. Ал біздің жәнегі 1-2 жоғарғы білімі бар біліммен жәнегі балалар, біздің қазақтың балалары, ол проходкамен забойда жүреді. Не үшін өкімет мына жерге жібереді қазақтың балаларды, сосын олар орынды таппайды, дұрыс па? Не үшін? Таппайды, олар таппайды. Орын бермейді, жұмысқа кіргізбейді. Себебі, жаңаған айтыңыз ғой, орыс тілі білмейтін адамдарды алмайды, дұрыс па? Орыс тілі білмесе, алмайды жұмысқа. Ондай нелер де болған фактілер. Орысша білмеген үшін жұмыстан шығарып тастаған кездері болған. Оны жасырып жабатын түгі жоқ. Оны бұларға жалтақтайтын түгі жоқ. Оң кейін біз жәнегі оңтүстіктен осында адамдарды тасимыз дейді. Осында орналастырайық жәнегі Юг-Восток деген программа бойынша. Оларға пәтер берілмейді, берілсе бір қираған пәтер, немесе оның артынан бірнеше жыл жүру. Мұнда қазақтар қанша? 20% ғой, 20 жоқ, 16 дейді. 16 ма? Иә, 16, өте аз. 6731 қазақ бар. 6000. Ол және кәмелетке жасы толған. 2000-дай бала бар. 70.000 ол уже орыс, Жоқ, 70.000 емес, 50.000. 54-56 мың ғой міне жерде. 2000-нан асасы басқа ұлт өкілдері. Украин. Сонымен 50 мың орыс бар осында. Неміс, Енді бұл жерде жәнегі жастарды алға тарту, жастарды қолдау, жәнегі жоғарғы білімі барларға болашағы бар, енді көрініп тұрады ғой, ондай адамдарды қолдау, жетелеу деген жоқ. Ондай жоқ. Бұл жерде жаман болсын, сақау болсын, тұтық болсын, кетік болсын, өздерінікін ғана сүйрейді. Стримді жаппай. Бұл жерде сондай, оны жасырып жабатын түгі жоқ. Мен осы жерде 23 жыл тұрам. 23 жылдың ішінде әр салада істеп көрдім. Әр түрлі ұлттармен жұмыс істеп көрдім. Сол кезде сен еңбегің, сен дұрыс істедің ғой деп еңбегіңді бағалайтын бір адам жоқ. Бір қателік болса бәрі ұлар шу болады. Өздерінікін жасырады.
Сондықтан осы жерге қазақтарды көбейту керек. Ең ұзын сөздің қысқасы сол. Мынау шовинисттарды жұмыстан шығару керек, Бұлар династиямен қалып қойған ғой, акимат бүкіл жерді алып қойған. Енді міне жерде госструктура дейміз ғой, жаңағы правоохранительный орган, жаңағы силовой структураның, жаңағы КМБ-ң болсын, прокурорың болсын, ГОВД-ң болсын, барлығы жаңағы акиматқа жұмыс істейді. Бұнда келген әкімдер келеді уақытша, міне ары келсе 7 жыл болатын шығар енді. Ол әкімдерді мына қала үшін көбісі ашымайды. Ол әкімге де бұл жердің жәнегі жүрген замдары, мына жүрген общественный нелер бар ғой, кісілері. Осы местный бұрыннан бері келді. Совет ветеранов деген. Бұрынғы кеңес одағының системасымен жұмыс істейтін, мысал үшін. Сол секілдер оларға жұмыс істетпейді. Мысал үшін міне қазіргі келген әкім сол кісінің қиратып істеп тастаған түгін көрген жоқпын. Аға, бір өте маңызды сұрақ қояйын енді. Қазір өзіңіз көріп жүрсіз, Украинада соғыс болып жатыр да. Өкінішке қарай мен енді Павлодар қаласынан келдім. Бізде өте көп сепаратистер шығып жатыр. Ресейді қолдайтындар, Павлодар русская земля дейтіндер. Мына жақта енді қандай бұлай обстановка деп орысша айтсақ? Настроение, көзқарастар қандай халықтың, оны айтып берсеңіз? Бүгінгі настроениесін айтып берейін. Бұл жердің халқы барлығы жәнегі басқа орыс өкілі тұтас Ресейді қолдайды. Олар да жұмысқа келген кезде Ресейдің жаңалығын айтып отырады. Оларға Қазақстан жаңалығы қызық емес. Қазақстанның болашағы қызық емес. Сондай адамды біз басшыларға қоямыз, бізді басқарғанға. Не үшін мен соны ұқпаймын. Осы жердегі балалардың, солардың балаларын барлығы тек Россияда ғана оқиды. Ресейде оқиды, сол жақта қалады. Осында жүргендері міне басшылардың барлықтарының балалары бірден екіден Ресейде. Соны неге қадағаламайтынын білмеймін. Ондай жағдай көп барлығы. Енді өзің ойла. Міне жерде жәнегі 6731 қазақ қайда? 1250 ма, 1350 ма бала беріп отыр. Қазақ мектебіне, иә? Сонша бала. Ал енді қалғаны 50 мың басқа ұлт өкілдері беріп отырғаны 6,5 мың. Осы қалада мектептерде оқитын балалардың саны 8 мыңнан аспайды, 7,5 мың, 8 мың. Сонда есепте 6 мың қазаға 1,5 бала беріп отырғанда 50 мың не қалған балалар қайда деп ойлайсыңдар. Енді осыдан өздерің есептеңдерші. Олардың барлығы кетіп қалған. Бұларға үміт артатын жоқ ол. Жасырып жабатын түк жоқ. Бала таппайтындар ғана қалды дейсіз ғой. Шал кемпір қалды. Жоқ, үлкендер бар енді ғой. вывод қандай? Егер Құдай сақтасын, енді соғыс болмай қойсын, бірақ айтсақ, Ресей бізге шабуыл жасаса, осы көбі тұратын адамдар Ресей жағына кетеді, дұрыс па? 100%. 100%. 100%. Оны айтатын себебім 2001 ма, 2002 жылы ма, осы жерде листовка таратып, біз Россияға қосыламыз деген бір лақ. Сондай болды ма? Болған. Эдуард Лимонов. Не. Сол 90 жылдар айтысыз. Жоқ, 2001-де болған. 2001-де. Көкшетау ол 94, тоже Эдуард Лимонов. А 2001-де я Өскемен, Эдуард Лимонов. Я осы жерде болып, содан кейін әйтеуір оны жапты ғой, тоқтатты. Енді қазір бір мен жуықты естідім. 2015-те тағы да осы секілді болып, листовка таратпай, жасырын. Осылай, местныйлар осылай мына әкімшілікті ма басып алмақшы болды деген бір лақап сөз бар. Лақап емес, негізі нағыз шын дейді. Бірақ оның барлығын біздің Қазақстанда бәрі тыныш болу керек қой. Ондайды жайып айтуға болмайды. Лишь бы тыныш деген. Соның барлығын жауып тастаған. Үндемей жылы жауып тастаған. Сол кезде егер де сол біздің КНБ айтатын болса, міне осындай адамдар болды, осындай жаза қолдандық десе, басқалары кішкене байқап жүреді ғой. Бізге ондай шу шығармау керек, бәрін жылы жабамыз да, одан кейін көресіз. Бірақ жабасын, дұрыс па? Бірақ КНБ жұмыс істейді. Оны мойындау керек, дұрыс па? Істемейді. Неге істемейді? Істемейді. Сіз айтып жатсыз ғой енді жапты. Жоқ, ол 2015-те. Ал бүгінгі таңда олардың сепаратистермен жұмыс істеп жатқанын, немесе басқа жұмыс істеп жатқан көргем жоқпын. Біз өткенде 10 шақты кісі болып барып КМБ-ға бардық. Сол жерде сұрадым, жұмыс істемейді деп отыр, бастықтарына айттым. Әкетіңдер бәрін, істейтін адамдарды әкеліңдер. Тем более мынау шекаралас мемлекет. Міне мынадан 50-60 километр жерде Ресей.
міне осы әділ сен болдың ғой, Иә, иә? болдым. Иә, мен айттым. Сонда сепаратистермен немесе контрабандамен басқа материалдарың болды ма? Қане көрсетші десе, 7 материал алтынмен ғана. Бұл жердің қайын болса алтынның ақшаның қасында ғана төңірегінде жұмыс істейді. Оларға қызық емес. Иә, қысты күні 4 жігітті осындай сепаратистер шықты. Содан кейін оны осы жердің қазақ жігіттері жиналып алып 30-дай жігіт. Содан кейін маған хабарласып, мен оларға айтып тискізбей апарып ГОБУД-ға тапсырдық. Сөйтсек ГОБУД, КМБ прокурор бәрін шақырдық. Олар айтады, біз бір жұма бұрын оларды сұрағамыз, объяснительный алғамыз дейді. Сен олардан алған түсініктемең не керек? Ол айтып тұр ғой, диванның астынан қаруымды алып шығып атам деп. Сол жерде мен ГОБУД-ның алдында отырдым. Мына ГОБУД-дан шығатын болса өзім өлтіремін. Байқаңдар. Ол қашан болды? Қысты күні болған. Мен әкімге звондадым, горковой еще тірі болатұғын. Сонда есепте, енді қазір бүгінгі күнге дейін соларға қандай жаза қолданғанын жасырып айтпайды. Екеуі жоқ, екеуі жүр осы қалада. Неге соларға? Олар соттап та, және құсабәгі асырап та керек жоқ. Саған ұнамай ма міне жер, мә, чемоданыңды бер өзі. Бар, кет осы жерден, выдворение, гражданствосынан айырда қоя бер. Біз неге оны біздің налогымыздан оларды асырауымыз керек? Бүгінгі таңда бір отырып сотталған адамға 185 мың кетеді, иә? Балаға қандай пособие беріледі? Сонда сотталғандарымыз жаңа туған баладан қымбатқа түсіп тұр ғой. Енді неге біз оларды асырауымыз керек? Сондықтан осы секілді сепаратистерін бәрін выдворение жасау керек та қоя беру керек. Болды. Осымен жұмыс. Заң бойынша істесек, выдворение біздің заңымызда бар ма жоқ па деп, оны заңгерлерден сұрау. Жоқ, енді олған ұнамайды. Жоқ, енді мен айтайын, бірақ бізде сепаратизм статья бар, ол қылмыстық неде? Іс, иә, қылмыстық іс. Сосын ол қандай 180-ші бап, иә? Сепаратизм деген статья бар, онымен отырғыза болады. Қазір енді ана жол көрген шығарсыз, Петропавл қаласында, Қызылжарда 20 сепаратист шықты, соларға қылмыстық іс қозғап, қазір отырғызып жатыр көбі. Отырғызып жатыр. Айтып тұрғаным сол ғой. Соны, сол статьяны. Енді аға, айтайын. Қазір, мысалы, е-өтініш деген приложение бар. Жақсы білеміз біз. Егов мобайл, е-өтініш. Сол жерге, анау, КМБ-ға прямой Астанаға жазуға болады. Егер, мысалы, мына жерде КМБ істемесе, мысалы, Астанаға да, ну, енді айтайын аға, жазуға болады. Олар уже ана жақтан, мына жаққа енді отписка жасайды, бірақ уже на контроле анда болады. Понимаете? Вот, соны айтқым келеді. Жазу дегенде жазамыз ғой. Бір жылдың ішінде осы мектеп туралы, осы қаланың әлеуметтік жағдайы туралы барлық сұрақтар бойынша біз хаттарды е-өтініш арқылы президент, министр, премьер-министр және депутаттар бәріне жібердік. Анада отырып, для интерес өлшей салайықшы, қанша болды екен деп электронный весаға салсақ, 3 килограмм 700 грамм хат жазыппыз. Енді осы хаттардың енді А4 қағазы қанша грамм болады? Өздеріңіз есептеңіздер. Бірақ осыншама хаттың ішінде бүкіл Қазақстан бойынша біздің қойған нақты бір ауыз сұраққа нақты бір ауыз жауап жоқ. Міне жерде жаңылтпаш секілді. Міне жерде жаңағы не? Шифровальщик дейді ғой, шифровальщик керек. Бір-біріне сілтеген өтірік отписка. Бұл бюрократизмді қоятын керек. Нағыз келді, бітті, 5 минуттық жұмыс қой. Шеш, болды, қалай екенін тыңда. Ана кісілер келді ау деймін. Жоқ, олар кірсін. Кетеді, сонген кім болса. Сондықтан бұл жерде қазір билікті тұтас өзгертпей еш нәрсе болмайды жігіттер. Қалай айт, қай жазбаған жеріміз жоқ. Жазып жатырмыз, айтып жатырмыз. Депутаттар келді, республика партиясынан келді, журналистер. Жазбаған канал жоқ, жазбаған газет жоқ. Бұл қалаға білмеймін неге заң жүрмейтінін. Енді мынандай шу болып жатқанда, жәнегі зам әкім анандай масқара болып жатқанда әлі күнге дейін неге ол орнынан алынбады? Бұл өзі Ағажаев, Ахметов дегендер қызыл кітапқа кірген, дүние жүзі бойынша қорғауға алынған адамдар ма, не нәрсе? Ол кісі, ол секілді кісілерді көріп отырып, бүгінгі таңда, халық билікке сенбейтін болған. Мына масқарадан кейін ары қарай қалай сенбекшісің сонда? Ары қарай немене болады? Сіз енді аға осы стримдарға, бейнелерге пайдаланып, біз енді блогер келдік мұнда сізді қолдауға. Президент Тоқаевқа үндеу жасаңыз қазір. Тікелей эфирде әлде мұнда енді
президентке тікей? Ол үндеу президентке жететіне өте күмәнданып тұрмын. жетеді қарайды бізді президент. Бізді қарайды аға. Оны Мен сіздерді қараса айтайын, әйтпесе айта ауыз талды, жаза қол талды. Қаламда бітті, істерінде бітті. Мен мысалы өзім президентке үндеу жасадым қаншама. Енді сіз айттыңыз. Өзіңіз бірінші есіміңіз, фамилияңыз қандай? Мен Назар Ерназарұлы, Шығыс Қазақстан облысы, Ридер қаласының тұрғынымын. Осы қалада 23 жыл өмір сүремін. Осы қаладағы болып жатқан мына масқаралардың барлығын бетін ашып, жәнегі Дамир бауырымыз айтты. Осыдан кейін халықтың көңіл күйін көріп отырмыз. Сол үшін қазір біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа үндеу жариялағым келеді. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіз бір сөзіңізді айттыңыз ғой, жаңа Қазақстан құрамыз деп. Біз егер мына биліктің барлығын тазаламай, жергілікті билік, дұрыс па? Сол туралы айтып тұрсыз ғой. Жергілікті емес, бұл секілді барлық жерде бар. Бұл жалғыз Ридерде емес, Қазақстан түкпір-түкпір. Енді Ридер туралы айтыңыз аға, сіз Ридерде тұрасыз. Сол Ридер туралы айтыңыз тек. Сондықтан сол жергілікті биліктердің барлығын ауыстырмай, жәнегі оларға қатаң заң бойынша жазаламай, еш нәрсе өзгермейді. Біз бұл секілді билікпен жаңа Қазақстанды құрғанды қойып, ескі Қазақстаннан айырыламыз. Айтқым келген осы, жаңадағы мына жемқорларға өртенген дүние өртеніп кетсін, неге өлім жазасын қолданбаймыз. Бұлар өз үшін, жан үшін қорықпаса, әйтпесе еш нәрседен қорқатын түрі жоқ. Бір жемқор Ахметовтың өзі қаншама бір облысты құртты. Енді сонда әрқайсысын өсіп, қарап жалтақтап отырғанда біздің күніміз не болады? Қазір біз шынын айтқанда ешкімнен ешқандай көмек сұрауға мүмкіндігіміз жоқ. Сұрайық десек сенім жоқ. Халықтың сенімінен айырылған билік енді осының барын орнына келтіру үшін міндетті түрде қатаң залаңдар қабылдап, және мына билікті, мына отырған кісілерді ауыстыру керек. Ридер қаласын, билікте отырған адамдар. Ридер қаласын билігін, Ридер қаласын тұрғындарын қолына беріңіздер. Ол кісілер өздері кім керек екен барлығы білет, өздері таңдап алады. Әкімді да, оның орынбасарларын да, нағыз қала үшін жаны ашитын тұрғылықты жерден басшылар керек бізге. Түсінікті. Енді сіздің жан айқайыңызды енді еститін шығар, Астанада отырған билік енді президентке үндеу жасадыңыз ғой, енді оның енді қолына алатын шығар деп ойлаймыз. Енді номер аламыз, әлде байланыста боламыз. Сол негізі болашақта анау TikTokпен шығуға болады, мысалы, әлеуметтік немен. Сол. Рахмет сізге аға. Ашық түрде айтыңыз. Рахмет, егер осыдан өзгеріс болады. Бізге осындай ұлтшыл ағаларымыз керек, достар, қазақ елім. Ашық түрде айтты, нағыз сепаратисттар бар, сепаратисттарға жолды бермеу керек деп ашық түрде айтып тұр. Осындай ағаларымыздың арқасында негізі қазақ еліміз, нағыз қазақ еліміз боламыз. Сол үшін келдік негізі. Енді сіз жаңағын айттыңыз ғой, аманатқа кірейік, мысалы, тексерейік. Қазір кірсек, бізге жауап бере ма, Кет, келе эфир болып жатыр да, кет, кірейік. Біреуің ақырын қосып алыңдар да, бәнше. Жоқ, анау, кім жүргізіп жатыр да. Мен мына жерде телефон былай ұстаймын. Сіз кіріп, сұраңыз, біз түсіреміз қазір. Жоқ, мен кірмеймін, мен кірсем олар мен